Асуларды алады жастар әлі зор болашақ бүгіннен басталады. Дәл осындай атаумен Шыңғырлау жалпы орта білім беретін мектебінде студенттермен кездесу кеші өтті. Сондай-ақ шара барысында мамандар оқушыларға кәсіптік бағдар мен жастарға арналған мемлекеттік бағдарламалар туралы мәлімет берді. Бүгінгі оқушы ертеңгі студент. Сондықтан мұндай кездесулердің әсіресе жоғары сынып оқушылары үшін берері мол. Білім ордасынан түлеп ұшқан түлектер бүгінде студент атанған жастар. Оқушыларға өздерінің оқу орындары, таңдаған мамандықтары, сабақ барысы, студенттік өмірдегі қызықты оқиғалары туралы әңгімелеп берді. Мен 2023 жылы Шыңғырлау мектебін алтын белгіге бітірдім. Мен қазір Алматы қаласында нархоз университетінде математика және статистика мамандығында оқып жатырмын. Туған елімізге, ауылымызға келіп, мектепте жас шәкірттерге өзіміздің студенттік өмірден үйренген заттарымызбен бөлісіп, қызықты шараға қатыстық. Шара барысында мемлекеттік қызметшілер жастарды қолдауға бағытталған мемлекеттік бағдарламалар туралы жан-жақты мағлұмат ұсынды. Нарықта сұранысқа ие мамандықтар туралы ақпаратпен бөлісіп, кеңестерін берді. Мемлекеттік қызметкерлер болашақта мамандарымыз өздерінің дипломдарын алып келгеннен кейін қандай жұмысқа орналаса алады, және де қандай оларға үкіметтен қандай көмектер берілетінін туралы өздерінің кеңестерін беріп өткен болатын. Және де оқушыларға сабаққа қалай дайындалу керек, болашақта студент болып қалаға барған кезде қандай ақпараттарды біліп бару керек, сол туралы өздерінің кеңестерімен бөліскен болатын. Бұл кім болам деген ойдың жетегінде жүрген болашақ мектеп бітіруші түлектер үшін пайдалы әрі қызықты шара болды. Кездесуден ерекше әсер алған 11-ші сынып оқушылары ұбт-ға дайындықты одан әрі күшейтуге, беделді оқу орындарының студент атануға уәде беріп тарқасты. Динар Жұмабекқызы, Евгения Потапова, Саид Самиғолла, Ақжайық ақпарат.